Бұл десерттің сырты қытырлақ, іші жұмсақ, дәмімен таңғалдырады. Пісіруі оңай және жылдам. Су, қант, тұз қосып, сары майды біріктіріп, сары май еріп қайнаған бойда отты азайтып, ұн қосамыз. Үздіксіз шамамен 2-3 минут араластырамыз. Қамыр біркелкі болып, шар тәріздес болып жиналғанша. Оттан алып, суытып, содан кейін жұмыртқаны бір-бірден қосамыз. Әр жолы жұмыртқаны мұқият араластырамыз. Қамыр біркелкі болуы керек. Жұлдызша насадкасы бар кондитерлік қапқа салып, майды қатты қыздырып, бірақ чурустарды орташа отта баяу қуырамыз. Әдемі алтын қоңыр қыртысты алынғанша. Айналдырып, барлық жағынан қуырамыз. Қағаз сүлгіге алып, майын сорғытып, дайын десертті корица мен қант араласқан қоспаға аунатып, шоколадты соуспен ұсынамыз. Астарыңыз дәмді болсын.